Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Роберт Кийосакидің ақша туралы түсінігі. Достар, жалпы Роберт Кийосакиді қысқаша таныстырып кетейін. Роберт Кийосаки 1947 жылы 8 сәуірде ақш-та дүниеге келген бизнесмен, атақты инвестор әрі тәлімгер. Сонымен қатар атын әлемге мәшһүр еткен «Бай әке, кедей әке» кітабының авторы. Бұл миллиондаған адамның ақшаға, табысты болуға деген көзқарасын түбегейлі өзгерткен бестселлер. Роберт Кийосакидің «Бай әке, кедей әке» кітабы менің де қаржылық сауатымды ашқан кітаптардың бірі. Сондықтан бұл кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін. Ендігі кезекте Роберт Кийосакидің ақша туралы ойларын талқыға саламыз. Ақша адамның өз идеясы мен ойы. Менен біреу келіп, мен қалай көп ақша таба аламын деп сұраса, мен алдымен өз ойынды өзгерт деп жауап беремін. Себебі ақша туралы не ойласан, саған одан артық байлық немесе ойындағы мөлшерден аз ақша келмейді. Мәселен, көп адам қымбаттау затты көрсе, біздің шамамыз мұны алуға келмейді дейді. Бұл шындығында іске асатыны расымен, сол затқа қол жеткізе алмай қалады. Ақшаға немесе бағалы затқа сыйластықпен қарау керек. Мен барлығына бірдей сұрақ қоямын. Ата-анаңыз сізге ақша туралы не айтты? Алатын жауабым мынандай: алдымен мектепті жақсы оқы, кейін университетке білімді жалғастырып, жақсы жұмыс тап. Міне адамдардың басым бөлігі осындай қағидамен өмір сүргісі келеді. Көпшілігіміз ауқатты емес отбасында дүниеге келеміз. Америкада 60 жастан кейін 100 адамның тек біреуі ғана бай болады. Ал бұл әлемдегі ең бай мемлекеттің көрсеткіші. Сол 100 адамның 4-еуі өзін толыққанда асырай алатын болса, 56% мемлекеттік төлемдер мен зейнетақыға тәуелді болып қалады. Сіздің ойыңызға әсер ететін кімдер екенін анықтаңыз. Өзгелердің ойы сіздің өміріңізге ықпал ететінін жол бермеңіз. Ақша сізді бай қылмайды. Себебі менің кедей әкем бай әкемнен қарағанда көп табатын. Көпшілігіміз лотериядан көп ақша ұтып алсам, байып кетсем деп ойлайсыз. Жоқ, сіз ақшаны қалай қолдансаңыз, ол сізге солай қызмет етеді. Ақшаға қатысты мәселе барлық адамда, барлық компанияда, барлық мемлекеттерде бар. Бірақ бізді бай немесе кедей ететін ақшаны кімнің қалай қолданатындығы. Ақша не жетпейді, не тым көп болады. Екеуі де ең үлкен проблема. Таңдау. Ақша сенің таңдауын. Мен екі әкемнің қайсының жолын қуатынымды таңдадым. Екеуін де жақсы көрдім. Бірақ екеуін де көзқарасы мүлде екі түрлі еді. Бұл өмірдегі ең қиын таңдау болды. Менің туған әкем білімді дәрежен жоғары болған сайын бай болуға болады деп санады. Сенің жақсы қызметкер шықпайды деді. Әкем секілді ойлайтындар ақылды адамдар, бірақ олар ақша үшін жұмыс істейтіндер. Ал кәсіпкерлер ақшаның оларға жұмыс істететін қалайтын жандар. Бұл адамдар үшін уақыт ол ақша. Олардың бәрі ақылды емес, бірақ олар ақылды адамдарды іздейді. Жақсы қызметкерлерді жұмысқа алуды жөн көреді. Сөйтіп ақылды адамдар бай адамдарға қызмет етеді. Бұл айырмашылықтар сезімдерге негізделеді. Қызметкерлердің бойындағы басты сезім үрей. Олар әрдайым қауіпсіз қызмет істегісі келеді. Ал бизнесмендер әрдайым тәуекелге дайын тұрады. Себебі олар үшін ақша уақыт. Ақша сізге қызмет етуі тиіс. Сіз ақша үшін еңбек етсеңіз, бай болмайсыз. Бізді неге үйретті? Бізді өмір бойы қызметкер болуға тәрбиелейді. Ал байлар мұны өте жақсы қолданады. Олар жақсы қызметкерлерді қол астына алып, өздері үшін жұмыс істейтін адамдар тобын құрады. Байлар үшін ереже өзгермейді. Себебі олар ережені өздері жасайды. Менің кедей әкем әрдайым жақсы жалақы алатын жұмысты тап деп үйретті. Бірақ бай әкем сенің қанша табатынын емес, қанша ақша сақтап қала алатындығын маңызды деп айта берді. Әр табыстың кемінде 30% сақталуы керек екен. Ал жақсы жалақы алатын қызметкерлер ешқашан ақша сақтамайды. Сондықтан бай бола алмайды. Достар,
Жалпы Роберт Кийосакидің ақшаға деген көзқарасы осындай. Сіздер бұған келісесіздер ме? Өз ойларыңызды комментарияға қалдырып кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Әр қазақ бай бақуатты болсын. Келесі кездескенше.